Ассаламу алейкум. Орешки дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сарымайымызды ертіп аламыз. Үстіне секерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Енді ұн және де қопсытқыш салып араластырып, тестімізға біртіндеп сала отырып, жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Дайын болған қамырымызды домалақтап, шамамен 10-11 грамдай етіп өлшеп алуымыз керек. Өлшеп алғанымыз жақсы, себебі көлемі бірдей болып шығу үшін. Формамызды қыздырып, ішіне қамырымызды салып, қызарғанша пісіреміз. Дайын болған орешкаларымыздың ішіне қойылтылған сүтті жағып, содан кейін екі жағын жапсырып, осылай дайындаймыз. Осымен орешкеміз дайын.